Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Парламент мәжілісінің депутаты Жұлдыз Сүлейменова ханым, қош келдіңіз дейміз. Білім инновация халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Ержан Әубәкіров мырза, Астана қалалық ата-аналар қауымдастығының мүшесі Ғазиза Маратқызы, және де Республикалық ғылыми практикалық білім мазмұнын сараптау орталығының директоры Елдос Нұрлан мырза, қош келдіңіздер. Енді рұқсат болса бүгінгі тақырыпқа қатысы бар деп айтуға да болатын шығар. Әуелгі әңгімені президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бүгінгі сапарынан бастайықшы. Алматы облысына барды, соның ішінде бұрынғы біз Қапшағай деп атайтын қазіргі Қонаев қаласына барып тұрғындармен кездесу өткізді. Менің айтпағым, алдағы уақытта осы Қонаев қаласын бір студенттердің, жастардың қаласына айналдырсақ, тіпті академиялық қалашық құру туралы идея ұсынды президент. Қысқаша сөзін тыңдап алсақ. Ірі қалалардың жанынан инновациялық орталық құрған елдер аз емес. Үкімет бұл мәселе бойынша жаңа жылға дейін нақты ұсыныс беру керек. Әрине, жастардың Алматы сияқты ірі қалада оқып, жұмыс істегісі келетіні түсінікті. Дегенмен, Қонаев студенттер үшін өте ыңғайлы қала болар еді деп ойлаймын. Бұл жақта жатақхана салуға жер жеткілікті, пәтер жалдауда қымбат емес. Құзырлы министрлік Қонаев қаласында Алматыдағы жоғары оқу орындары мен колледждердің бөлімшесін ашу мәселесін қарастыру керек. Сондай-ақ жаңа заманауи университет ашу жайын ойластыру қажет. Естідіңіздер, әдетте біз Алматыны айтамыз ғой, Алматы жастардың қаласы, Алматы студенттердің қаласы деп. Енді қазір Алматы жастар үшін қаншалықты қолайлы қала екенін білмеймін, өйткені жылда шу болады, жатақхана мәселесі бар. Жатақхана салайын десең де жер жоқ қазір. Ол да үлкен проблема алдымыздан шығып отырған. Енді бұрын Қапшағай Қонаевты алатын болсақ, тура Алматының қасында тұр. Бірақ енді идеяға қалай қарайсыздар? Жастар үшін, студенттер үшін қаншалықты бұл қолайлы қала бола алады? Бұның да бір енді өзіндік бір алғышарттар болу керек қой негізінде. Менің ойымша бұл өте жақсы бір бастама болайын деп тұр. Мысалы, мен өзім Пусан қаласын көргем, оңтүстік Кореяда. Ол да академиялық қалашық болып есептеледі. Тура Қапшағай секілді өзінің де осындай су қоймасы бар, былай қарағанда. Ең үлкен мәселе біздің ойымызша қазіргі таңда университеттердің жатақхана салуын жаңа айтты. Соның қасында ғылыми индустриалды кластерлер орналастырылса, мысалы Пусанда Rolls-Royce компаниясының үлкен индустриалды ғылыми аймағы орналасқан. Соның негізінде ол жерде жұмыс беру кластері жақсы дамыған. Соның негізінде қаланың дамуы, экономикалық дамуы өзі белең алып тұр. Менің ойымша бұл жерде ашылатын университеттер жаңа заманауи негізде болса, соған ғылыми үлкен кластер дамыса, бұдан бөлек студенттердің кәдімгі академиялық қалашығы болып көрінетіндей жатақханалар салынса, жаңа кампустар салынса, жаңа мамандықтарға сай оқу корпустары салынуға әрине бұл жерде үлкен индустриалды мүмкіндік бар, және Қонаев қаласының 21 ғасырдағы бір жаңаша тынысы ашылатын еді. Елдос мырза, сіз қалай қарайсыз бұл идеяға? Студенттер үшін қаншалықты бір қолайлы бола алады? Өзім алматылықпын, сондықтан жалпы Алматыдағы проблеманы өзіңіз білесіз тұр. Сізге қарады дұрыс қойып. Тұрғындардың шамадан тыс көптігі. Кезінде де айтылған бір 200 мыңнан асқаннан кейін ақ проблема болады деген. Қазірдің өзінде енді миллиондаған тұрғын бар. Сондықтан менің ойымша бұл осы Алматының проблеманы шешуге септігін тигізетін шешім, және жалпы мына жоғары оқу орындарының кампустарының ірі қалалардан қашықтау орналасқаны қолайлы деп жатады. Әлбетте оған белгілі бір инфраструктура керек. Енді біз мысалы мына әлемдік туындыларды қарағанда мықты бір университеттердің кампустары бір әдемі бір жерде, бір қаладан алыс шалғай жерлерде орналасқанын көріп атамыз. Бәлкім сол идеяларды біздің елімізде жүзеге асырудың бірден бір шешімі болады. Енді біздің түсінігімізше бұл ұлттық университеттер өзінің кампустарын Қонаев қаласына көшіреді деген сөз ғой. Біз солай түсініп отырмыз. Немесе жаңа университеттер ашылады. Академия қалашық салу идеясы. Осыған байланысты ұсыныстар айтыңдар деп жатыр. Жаңа жылға дейін түрлі ұсыныстар келе жатыр. Нақты бүгін шешілген мәселе емес қой. Ұсыныс ретінде айтып отыр. Енді сосын Қонаев енді қаласының аты өзгеріп жатыр, ерекше мәртебе беріп жатыр. Сондықтан оның белгілі бір
жаңағы агломерацияны тартуға бір бағытталған бір шешім болады деген ойдамын. Және енді Алматы облысы тұрғындарын білесіздер, өте тығыз орналасқан ғой Алматы маңында. Жаңа Алтын Орда маңы бар, Іргелі бар, Қаскелен, Ұзынағаш, мына жағында Талғар жатыр. Енді үш ауысым мектептердің мәселесі әлі де өте өзекті Алматы облысында, иә. Бүгін ол мәселеге де тоқталды президент. 39 жаңа мектеп салынады, мына жайлы мектеп жобасының аясында деді. Осы жайында сұрағым келген еді. Енді бізде талай бағдарламалар болды ғой. Осы мектептер салынып жатыр. Басы дардай аяғы жұрдай болған. Бұл өз жайлы мектеп деген не жоба? Бұның қандай айырмашылығы бар? Бұған дейін жобаларда. Негізі жайлы мектеп жобасы осыған дейін мына соңғы 3 жылда бізде 400-ден астап мектеп салынды. Бірақ салынған мектептерді қарайтын болсақ, олар ескі стандартпен салынуына байланысты бір ғана спорт зал, бір ғана асхана, сондай дүниелер болды да. Сондықтан қазіргі жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынатын мектептер бастауышқа арналған бөлек блогы болады. Ол жерде сол бастауыш сыныптағы балалардың кабинеттері және де спорт залы, асханасы бөлек болады. Негізгі мектеппен жоғары сынып оқушыларына арналғанда сондай бөлек блоктары болады. Ол жерде кабинеттер, зертханалар, пәндік кабинеттер, спорт залдар барлығы әрбір баланың жеке индивидуалды даму траекториясын қалыптастыруға, дамытуға бағытталып жасалады. Жаңа стандарттар қабылданып жатыр, құрылыс стандарттары өзгеріп жатыр. Бұл жерде енді заманауи инфрақұрылым, сонымен қатар мына алған білімді өмірде қолдана алуына бір мүмкіндіктер ашу. Енді өзіңіз білесіз, біз соңғы 3 жылда сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету деген нақты мақсат қойып, соған келе жатырмыз ғой. Сондықтан да бұл жерде қазіргі инновациялық біраз мектептердегі зертханаларды осындай халқы тығыз орналасқан жерлерге де апару негізгі мақсат болып отыр. Сол жерде өзгешелігі болады. Я, сіз дұрыс айтасыз, Алматы облысында бүгінде 3 ауысымды 56 мектеп бар, өте тығыз орналасқан. Сондықтан да бұл проблеманың шешілуіне, сонымен қатар ауыл мен қала мектептер арасындағы білім теңсіздігін азайтуға үлкен мүмкіндік болар еді. Ержан мырза және айтты ғой, қонақта заманауи университет ашу керек деп. Бұл қандай сонда заманауи университет деген? Сонда Назарбаев университетін көшірмесін бе, қалай сонда? Енді жалпы былай деп ойлаймын, енді бақ келісем айтылғандармен. Әлемдегі алда қатарлы елдерде бұндай кампустар қаланың сыртында болады. Өйткені жерге үлкен студенттер келеді. Біз, менің ойымша болған жалпы көргеніміз бұл техникалық мамандықтарды және ғылыми зерттеу орталықтарын жасау керек. Өйткені университет пен ғылыми зерттеу бірге жүру керек. Ол кезде экономика дамиды. Сол үшін осы орталықтарды, егер университет сол жерге апаратын болса, осы орталықтардың хабтарды сол жерге де апару керек. Сонда бұл университет жалпы қарқынды дамитын болады. Негізгі бағыт, менің ойымша, ол техникалық университеттер. Техникалық мамандықтарды сол жаққа апару керек. Мысалы, LG компаниясы болсын, жаңа Rolls-Royce компаниясы, Samsung, олардың үлкен ғылыми орталықтары университеттің ішінде. Сол жерде студенттерден бастап белді ғалымдар гранттарға өздерінің жаңадан, мен өзім көрдім, беспилотниктерді жасаған, соңғы үлгілерін ұшырып, соның бәрі ол кәдімгідей ойдағы, армандағы, қағаздағы зерттеулер емес, шын мәнінде бүгін жасап, соны кәдімгі өндіріске енгізіп жатқан сондай туындылар, өнер табыстар. Біз сол кезде ғана университеттегі, өңірлік университет болсын, ұлттық университет болсын, жалпы шынайы ғылымды солай дамыта аламыз. Жақсы. Енді осы сіздер айтып отырған жайлы мектеп жобасы аясындағы тағы бір тапсырмасы бар. Президенттің 28 қыркүйек күні айтқаны, бұл енді оқулықтарды цифрлық форматқа ауыстыру және бұны жеделдету керек деді. Бергізде сол сөзіммен қысқаша оқып берейін. Әңгімеге тұздық болсын. Экранға шығарыңыздар, режиссер. Тағы бір маңызды мәселе. Балалар оқулыққа толы ауыр сөмке тасуға мәжбүр деген шағымдар көптеп түседі. Бұл олардың денсаулықтарына кері әсерін тигізетіні анық. Сондықтан оқу материалдарын цифрлы форматқа ауыстыруды жеделдету қажет деп санаймын. Жалпы барлық оқыту үдерісін барынша цифрландыру керек. Енді көріңіздер, жалпы өзімді цифрлық форматқа ауыстыра. Тағы бір қонағымыз келді ма? Келіңіз эфирге. Қазір кіре жатар. Енді цифрлық жүйеге ауысу процесіне біз өзімді пандемия кезінде бір ерекше көңіл бөле бастадық қой. Расын айту керек, оқу ортақ егіз. Тікелей эфир болған соң енді кептеліс болады, басқасы болады. Жаңа біз цифрлық оқу форматын айтып жатырмын ғой, пандемия кезінде ерекше бір көңіл бөле бастады. Оқудың барлығы мектепте әсіресе толығымен онлайн форматта өтті. Сол кезде біз өзі
көше бастадық деп айтсам қателесеміз бе? Қалай оқыттық? Өзі сол кезде біз оқыталдық па деген тіпті сұрақ бар менде. Негізі шын айтқанда әрине оның өзінің кемшін тұстары болды. Өйткені біраз ауылдық жерлерде интернет жоқ ауылдарымыз бар. Бүгінгі таңда цифрлық даму министрлігінің мәліметінше 1200-ден астам ауылда интернет желісі немесе өте баяу, немесе жоқтың қасы. Сондықтан дәл сол пандемия кезеңінде интернеттің болмауына байланысты, сонымен қатар бізде осы платформалардың жеткілікті дамымауына байланысты, біздің ұстаздарымыздың жалпы мына цифрлық методиканы толық меңгермеуіне байланысты әрине кедергілер болды. Біз ОСР есептерін оқыған кезде әлеуметтік аз қамсыздандырылған осал топтағы балалар осы кезеңде білімнің сапасының өте төмендеп кеткендігін, ертең олар нарықта еңбек нарығына араласқан кезде осы бүгінгі пробелдері алдарынан шығатындығы туралы көп есептер оқыдық. Енді ол мәселені қазір оқу ағарту министрлігі, цифрлық даму министрлігі қолға алып біртіндеп жүзеге асыруды бастады. Жалпы бұл нарық содан кейін дамый бастады. Дәл қазір бізде 5-6 платформа бар. Ресми оқу ағарту министрлігінің көрсетіп отырған. Бірақ одан бөлек жалпы репетиторлық орталық ретінде ашылып, өздерінің барлық контенттерін сол платформаларға тіркеген, тағы да нарықтағы жеке меншік осындай платформаларды көріп жүрмін. Сондықтан бүгінгі таңда пандемиямен салыстырған кезде нарық дамыды. Және қазақы контенттер көптеп даму үстінде. Оны да айту керек. Осы мәселені бір қарапайым тілмен түсіндіріп беріңіздер. Қоғамда сарапшылардың арасында, ата-аналардың арасында қызу талқыланып жатыр. Өткен айда цифрлық даму министрі Бағдат Мусин айтты, қолда бар 670 оқулықты біз цифрландырдық, жылдың аяғында толық аяқтаймыз дедік. Яғни оқулықтар цифрлық форматқа ауыстыру дегенімізде қолдарына бір планшет сыну ма? Министрліктің бар жобасы осы ма бізде? Осы қалай түсіндіреміз? Енді даурықпаның барлығы планшеттің айналасында болып жатыр. Комментарийлерді қарап отырсам. Осыған тоқталайықшы. Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасы бүгінде оны орындаудың оңтайлы жолдары пысықталып жатыр. Әлі нақты шешім қабылданған жоқ. Ол жерде жаңа өзіңіз айтқандай планшет мәселесі де қаралып жатыр. Жалпы бүгін жаңа өзіңіз айтқандай 600-дің үстінде оқулық болатын болса, оның электронды нұсқалары, жаңағы кәдімгі қағаздың электронды нұсқасы, жаңағы телефоннан я болмаса планшеттен көру мүмкіндігі береді. Ол соңғы 2-3 жылдан бері қолжетімді. 97% дейін уже ол бар. Бірақ енді біздің бүгінгі таңда айтып отырғанымыз негізі оның электронды көшірмесі емес, оның веб-платформадағы онлайн қолжетімді, сосын жаңа интерактивтік мультимедиялық мүмкіндіктері бар кәдімгідей бағдарламалық өнім ретінде қарастырып отырмыз. Бүгінгі таңда білім беру платформаларын енгізу ғой, олай қарасақ. Солай ма? Қалай түсінеміз? Жоқ, бұл жерде екі түрлі платформаларды ажыратуымыз керек. Мысалы пандемияның кезінде онлайн мектеп, дарын онлайн сияқты контенттік қашықтан оқыту жүйелері пайдаланылды. Бұл бір түрі, екінші түрі мына қағаз оқулықтарды жасайтын баспалардың өз платформаларындағы жасап жатқан бағдарламалық өнімі. Бүгінгі таңда олардың екі түрі оларда пандемия жалпы олардың санының күрт өсуіне бүгінгі таңда инвариантты пәндердің жаңағы жартысына жуығында қамту көрсеткіші бар. Жартысына жуығы бар. Негізгі пәндер. Ғазиза ханым, жалпы ата-аналар қалай қабылдап жатыр бұл ұсынысты, бұл бастаманы? Осы бастаманы естіген кезінде біз мысалы ата-аналар бір-бірімізбен чатпен сөйлесеміз ғой, чатта сұрақ қоямыз, қалай қарайсыздар? Ата-аналар өте әлі негізі дайын емес. Себебі біріншіден ата-аналар айтады, көз. Балалар онсыз да күні бойы, мысалы мен өзім 4 балам оқушы. 4 балам оқушы, олар күні бойы. Мектептен келгеннен бірден қолдарына телефон, сабақтың өзін қазір барлық Google-дан іздеп, Google-дан қарап, барлық сабақтан өзін планшет, телефон, гаджетпен ғана оқиды. Кеше онлайн пандемия кезінде де мысалы сол телефонмен оқыған кезінде, компьютер, телефон, балалар оқыған жоқ. Мен өзім балаларына бір мысалы шай ішіп отырып, сабақ істеп отырды. Ол сабаққа кірмейді ғой. Қанша ұрсасын нетесін, видеосын өшіріп қояды, оны қарап атқанда жоқ. Мысалы 3-ке оқыған балалар 5-тік болып кетті, 5-ке оқыған балалар төмендеп кетті, сол сияқты. Енді бір ғана мен өзім ата-ана ретінде көретін плюсым, ол сол 29-30 килограмм сумканы көтермеу, рюкзакты.
Менің қызым 7-ші сыныпта оқиды. Ол кеше әдейі өлшеп, сумкасын өлшедім мен. Сөйтсем 29-30 килограмм шықты. Ол 7 оқулық, 7 түрлі оқулық бар. Ол және ол оқулықты жай мектепке алып барып келмейді. Ол алады 7 пән ба, сол 7 кабинетке алып тасып жүреді өзімен. Сонда біздің цифрландыруды өтіп тұрғанымыз, айналып келгенде сол 20 килограмм жаңа оқулықтың салмағына ғана тіреліп тұр ма, әлде бұның басқа да бір себептері бар ма? Енді жалпы мынау сөмкенің салмағы, бұл бір жағынан мына жаңа мектеп ауысымдылығы проблемасы ғой. Яғни балалардың көптігі, сосын оларға жаңағы арналған инфрақұрылымның аздығы. Жаңағы жайлы мектеп сол проблеманы шешу жолындағы бір шешім. Бір соның несі, бір тәсілдерінің бірі. Енді президент содан бастағанын өзіңіз көрдіңіз. Ауыр сөмке мәселесін шешу. Бірақ енді цифрландыру ол тек бұл проблеманы ғана емес. Бұл жалпы мына офлайн мен онлайн оқытудың ара салмағын болашақта бір жаңа пропорцияға көшірудің бір жолы болады да, былайша айтқанда. Енді заман тоқтамайтыны белгілі. Цифрландыру келмей қоймайтыны белгілі. Келді қазірдің өзінде. Бізден кейінгі ұрпақ қағазды барған сайын аз пайдаланатыны да белгілі. Сондықтан соған бейімделудің бір жолы болады ол. Жақсы, рұқсат болса, шағын ғана үзілістен соң жалғастырайықшы. Құрметті көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар. Қысқаша ғана жарнама. Қосылдық па? Тікелей эфирдеміз. Хабарымызды жалғастырайық. Бүгінгі тақырыпты электронды оқулықтардың әлегі деп қойдық қой, оқын келем бе деп. Енді бұл жерде бірнеше мәселе шығып тұр. Қысқа сөз бір ауыз ойларыңызды айтып шығыңыздаршы. Бұл жердегі логика не жалпы? Жалпы мен ойымды бөліссем. Енді біріншіден жаңа басында әңгіме болды ғой. Бұл жаңа кітаптағы мәліметті алып интернетке қойып, соны оқу емес, электронды оқулық деген Елдос мырза айтқан сияқты бұл. Біз бұны цифрлық білім беру ресурстары дейміз, оқыту ресурстары деп айтамыз. Бұл платформа. Бұл платформа болады. Бұл жерде бала тек қана ол жерде оқулық ретінде емес, ол жерде әртүрлі зерттеулер жасай алады. Артық бұл оқулық форматына шығып кетеді негізі. Мүмкін даже болашақта бұл оқулық деп аталмайтын шығар. Себебі оқулық ол қағазды неге берілген, қағазға, кітапқа қағаздан оқулық деп берілген, ол артық цифрлық ресурстар болады. Және оның ресурстардың көп түрлері де болуы мүмкін. Бала қалағанда қолдану мүмкін. Әлемде бұл жүйе көптен бері енгізіліп келеді, 90-шы жылдар басталған негізі. Біз қазір бұны күн тәртібіне алып жатырмыз. 90-шы жылдары бұл зерттеліп, елдер бұны қолданып келе жатыр. Әртүрлі плюстары бар, артықшылықтары, кемшіліктері бар. Ең көп кемшілік айтылатын, жаңағы келсем, бұл денсаулық дейді. Бірақ мынаны біз білуіміз керек пе, жаңа пандемия дедік қой. Пандемия негізі бізді бір қозады. Болашаққа баратқан жолды бізге біраз қалай болатынымызды көрсетті қазір. Ол негізі жақсы болды. Мүмкін дайын болдық, дайын болмады, ол бөлек бір мәселе. Бірақ біз алдымыздағы 10 жылда онлайн форматқа өтіп алдық. Өте қолайлы. 10 жылда қай жаққа баратынымызды қазір көрдік, соған қарап негізі дайындалдық шамалы. Бұл жақсы бір бізге серпіліс болды деп ойлаймын. Негізі біз тек қана бір оқулық ретінде қарамау керек. Тек қана кешіріңіз не ретінде, жүкті азайту ретінде қарамау керек. Жалпы зерттеулерде солай ойлайды екен. Мектептер электронды оқулыққа өткен кезде экономияны қарайды екен. Біз соншама оқулыққа ақша бермейміз деп негізі соны көрсетіп жатыр мектептер. Бұны елдерді біз ана баланың сөмкесі не істесін деп ойлаймыз. Негізі мақсат бұл болуы мүмкін, бірақ негізі мақсат бұл болмау керек. Балалардың біз танымдық қабілеттерін даму мақсатында біз қолдануымыз керек. Себебі жаңа айтып өттім, электронды оқулықтарда, цифрлық білім беру ресурстарында баланы зерттеуге, іздеуге, өйткені артық бір кітап деген, кітапхана деген дүние жоқ. Барлығын отырасыз, бөлменізде отырып, дүниеге ашыласыз. Бүкіл, мысалы, мен енді болашақ туралы айтпай ақ қойын, қазір қай жаққа келатқанын жалпы. Бірақ біз өз бөлмемізде отырып, Гарвардта оқи алатын жағдайға келеміз ертең. Бұл ертең деген жақын ертең. Қазақстан ретінде, ел ретінде біз бүгін бұның қадамдарын бастауға мәжбүрміз. Бірақ бұны қалай жасау керек? Бұны этаппен жасау керек деп ойлаймын. Яғни, Елдос мырза айтқан сияқты, бұны біз жаңағындай мүмкін, мен ол жеке өзім ойым, этаппен, яғни белгілі бір ауылдарды ма, қалаларды ма, мектептерін өткізіп, осының артықшылықтын ескеру керек. Өйткені көп деген жанама бұның жағдайлар бар. Мысалы, бір мектепте Wi-Fi, розетка, мысалы біз бұны ешкім ойлап жатқан жоқ. Балада, 20 балада
20 бала, 25 бала отырады. 25 баланың планшеті болған жағдайда бұлардың батарейкалары отырып қалады. 5 сағаттан кейін, 4 сағаттан кейін отырып қалады. Бұның розетканы зарядтау керек. Қай жерге қояды бұны? Сіз айтқандай болса, кәнекей біздің бәлкім министрліктің өзі дұрыс түсіндіре алмай жатыр ма екен? Әңгіменің барлығы айналып келіп планшетке тіреліп қалды қазір бізде. Бұл планшет емес мәселе. Соған тіреліп тұр енді аталардың қазір басты наразылығы. Бұл цифрлық ресурс. Бұның планшетсіз де қолдануға болады. Мектептің ішінде де қолдануға болады бұны. Ата-ана үйіне де қоса алады. Бұл өте үлкен ауқымды бір жұмыс. Бұны жалпы бір түсіндіру керек. Премьер-министрдің беріңіздерші цитатасын айтқан. Жаңа Тоқаевтың сөзін көрсеттім. Жалпы осының ауысырудың жолын табыңдар деді. Бірақ бұл жерде енді біз науқаншылыққа айналдырып жетіміз де бар ғой. Тікелей тапсырма беріп отыр. Оқулықтарды цифрлық форматқа көшіруді жеделдету және балаларды ауыр сөмкеден арылту қажет. Сондай-ақ әкімдіктермен бірлесіп оқушыларды планшеттермен қамтамасыз ету мәселесін шешуді қолға алу керек. Атап айтқанда, Қазақстан халқына қорымен бірлесіп, оларды ауылдық мектеп балалар үшін сатып алу мүмкіндігін пысықтау керек. Енді Ая мырза көрдіңіз ғой, мына премьер-министрдің сөзін тыңдасақ, әңгіменің бәрі сөмкемен планшетке ғана келіп тіреліп тұрған сияқты. Әкімдерге тіпті тапсырма беріп жатыр, планшет алатын жолын қарастырып табыңдар деп. Негізінен менің ойым, мен өзім Айқанат мектебінен келдім. Бұл ауылдық балаларға арналған мектепте. Жаңағы тыңдап отырмын сарапшылардың сөздерін. Толығымен келісем, қазір деген планшет алып беру ауылдық жерлерге бұл деген мәселені шешпейді негізінен. Неге десек, тіпті жаңа Wi-Fi проблемасы, Wi-Fi емес, ауылдық жерлерде компьютерді жоқ, компьютер тапшы. Қазір көп деген ауылдарда өкінішке орай. Менің ойымша жаңағы денсаулық мәселесі бойынша да келсем, өзімде де сондай үлгі болған. Мысалы, осыдан бір апта бұрын қарындасыма барған, мектепке 4-ші класста оқиды, қыз бала. 30 емес, енді бір 15 килограммдық сөмкесімен жүрейді. Мысалға, бірақ Ержан мырзаның сөзімен келсем, толығымен бұл деген мәжбүрлеу емес, бұл деген этапты үрдіс болу керек деп ойлаймын. Яғни деген қазір мақсат қойылды, айқындалды деген секілді, осы жылы біз деген осы мәселені шешу керекпіз деген секілді жасалмау керек деп ойлаймын. Бұл деген бір жылда шешілетін мәселе емес, 2 жылда да шешілетін мәселе емес. Бұл деген кемінде бір 3-5 жылдық бір ірі жоспар болу керек деп ойлаймын. Жалпы талап қандай, балаларға салмақ қаншадан аспау керек, сонда графикасын шығарып қойыңыздаршы экранға. Сіз 15 килограмм деп қалды, біреу 2 килограмм деді. Жалпы бұның өзі бір талабы бар екен, халықаралық бір стандарттар міне. Күн сайынғы дейді оқу жиынның салмағы. Көріп отырсыздар. 1 мен 3-ші сынып оқушыларды 1,5-2 килограммды келіден аспау керек дейді. 4 пен 5, 2,5. 8-ші сынып 4,5. Кешіріңіз, бұл халықаралық стандарт емес, бұл біздегі бекітілген санитарлық эпидемиологиялық талап. Бұл біздегі стандарт па? Ал енді осы салмаққа сай ма әлде, бұдан ауыр ма бізде? Ата-аналар, баласын оқып жатқан нақты ата-аналар бар ма ортамызда? Мен айтып тұрмын ғой. Ғайза ханым, сіз айтасыз. 7-ші класстағы қызым, мысалы, өзім өлшедім 29-30 килограмм. Мәссаған. 29-30 килограмм. Мен өзім еще үлкен ұлымды да ұрыстым, сені алып барып берді. Өзім кейде өзім барам мектепке, неге тастап кетемін вахтаға. Қызым келеді өзі алады деп. Халықаралық стандарт қандай? Халықаралық. Бұл мына санитарлық эпидемиологиялық талаптар жасалғанда, ол халықаралық тәжірибе ескерілді. Бұл жерде тағы бір ескеретін нәрсе, мынау оқу жиынының салмағы. Яғни оқулықпен жаңағы баланың жаңағы қарындаш жаңағы сол құралдарының салмағы ғана. Бұған сөмке кірмейді, баланың жаңағы алып жүретін су тамағы кірмейді. Бұған кірмейді ғой. Сөмкенің салмағы кірмейді. Мұндай нәрсе. Мына санитарлық эпидемиологиялық талаптарды мектептер жаңағы кестені құрғанда ескеру керек. Бірақ бізде ауысымдылық мәселесі проблема болғаннан кейін, оны кестеге кіргізу проблема. Көріп отырсыз ба? Сондықтан бізде бұның несі талабы бар. Бізде кедендік одақ аясында мына арқа қаптың салмағы бар. Мысалы, бастауыш мектеп баласы 700 граммнан аспау керек. Негізгі орта және жоғары орта мектептің балаларының жаңағы 1 килодан аспау керек. Бұдан басқа әрбір оқулықтың қойылатын салмағы, мысалы бастауышта 300 граммнан, әрқайсысын алып қараңыз, 300 граммнан аспайды. Біздің елімізде ондай стандарт бар. Мысалы, жаңа айтылған Кореяда ондай мысалы мәселені көтермейді, олар проблема одан көрмейді. Кітаптар ауыр, бірақ ол жерде жаңағы инфраструктуралық мәселелермен шешетін болу керек. Біз артық салмақ, ол мәселе емес. Жалпы бұл цифрлық контентті қазір қалай дайындаймыз? Соған дайындайтын мамандарымыз бар ма? Ол цифрлық контент нені біздің оқулықтағы тапсырмалар бола ма? Әлде қосымша тапсырмалар бола ма? Виртуалды ойындар бола ма? Немесе
лабораториялық мына химияның, физиканың лабораториясын алмай, оны біз кәдімгі симуляторлар арқылы жасаймыз ба? Енді жасанды интеллект барған сайын дамып бара жатыр ғой. Соның бәрін біз рет-ретімен қалай жасаймыз? Бірінші кезекте неге көңіл аударуымыз қажет? Сол нәрселер қазір бізді ойландырып пысықталатын дүние осы болу керек. Яғни контенттің мәселесі. Ол баланың алдында кітапхана сияқты бола ма? Мысалы мен енді қазір сіздерге жарнама болмас үшін айтпай ақ қояйын, бірақ бізде бір репетиторлық орталықтың осындай контентімен барып танысқан кезде бір видео рядтар бар, яғни мұғалім өзі тұрып видео салып жатыр, видео сабақ беріп жатыр, онлайн сабақ деп көрсетіледі, бірақ ол кәдімгі нақты осы кезеңді көрсететінде өзінің технологияларымен көрсетілген. Бірақ бұдан бөлек үй тапсырмаларының кітапханасы секілді ресурстар қамтылған, сонымен қатар бала өзін-өзі дамытуға арналған тапсырмалары бар, лабораториялық тапсырмалары бар, өзін-өзі бағалау тапсырмалары бар. Сонымен қатар видео арқылы түсіндіретін жалпы виртуалды нелері бар. Сондықтан да бұның жалпы контенттің мазмұны қандай болады? Өте өзекті мәселе көтеріп осы. Жарайды, бір планшет әпердіге, шын контентке арасында біз толтыруымыз керек қой. Бұға дейін көрдік қой, енді білім саласында көп қой. Білім, жаңа дарын онлайн бар, басқа да платформа айналып келіп, солардың жұмысына жүгінеміз. Енді оларда тегін жұмыс істемейтін белгілі. Бұл ата-аналардың қалтасына қосымша салмақ түсем әлде, бұның барлығы бюджеттің есебінен көтеріле ме ертең? Сосын екінші үлкен мәселе, пандемия кезінде көптеген біздің ата-аналар көрші мемлекеттердің ресурстарына, осындай онлайн дүниелеріне өздері соған ауысып кеткен кездер де болды, рұқсат сұраған кездер болды. Сондықтан да қазір білімнің көкжиегі кеңейген кезде бұл енді қайтадан шын айтқанда неге түседі ғой? Нарықтық бір бәсекеге түседі ғой. Сол бәсекеге біздің ресурстарымыз қаншалықты дайын? Оның өзінің деңгейі қалай болады? Оны реттейтін кім? Оны жасақтайтын кім? Көп сұрақтың басы ашық тұрған сияқты әлі. Енді қағаз оқулықтарды бүгінгі таңда мемлекет қамтамасыз етіп отыр. Яғни мектепке сатып алынады, сосын балаға жыл бойына пайдалануға тегін беріледі. Бұны айтпақшы мемлекеттердің барлығы істемейді. Мысалы Сингапурда ата-аналар өздері төлейді. Олар сапа үшін төлеуге тиіс деп айтады. Енді бірақ ол қоғамды тікелей салыстыруға келе бермейтін жайттар бар десе де, солай. Енді мына электрондыға өткенде де бұл жаңағы орта білім бізде жаңағы міндетті және тегін болғандықтан, оны да мемлекет мойнына көтеретін болып тұр. Бүгін қазірдің өзінде аймақтардың көпшілігіндегі мектептер ішінара пайдаланады. Яғни қағаз оқулықпен қатар электронды нұсқаларына жазылып, оны жаңағы бірге пайдаланады. Орнына пайдалану тәжірибесі әлі ене қойған жоқ, бір ауыстыратындай жағдай, бірақ бірге пайдаланып жүр. Сондықтан алдағы уақытта бұның мәселесі де тұрады да, егер оны, мысалы, қазір біз қағаз оқулықты алатын болсақ, ол шамамен 4-5 жыл қолданыста болады. Ал жазылым жыл сайынғы бұл ақы болады. Бұның артық тұстары да бар, кемшін тұстары. Артық тұстары, мысалы, оқулықта қате кездесетін болса, оны түзету әлдеқайда жеңіл болады. Сосын электрондының тағы бір артықшылығы, бұл салмаққа байланбайды. Мысалы, қағазға міндетті түрде салмаққа байлайсыз, сіз оған барлығын кірістіре алмайсыз. Ал электронды бұл шексіз. Жаңағы ержан айтқандай, жалпы оқулықтың ұғымы, контент жөніндегі, бүгінгі оқулық жөніндегі түсінігіміз, оқулыққа ілесін оқу әдістемелік кешен сияқты бір кітапшалар жөніндегі түсінігіміз өзгерейін деп тұр. Менде мынандай бір сұрақ туындады. Жалпы біз жылына қаншама оқулықтар баспаханаларда шығарып жатырмыз ғой. Оларға да аз ақша бөлінбейтін белгілі ғой. Миллиардтар кетіп жатыр, иә? Мынандай сұрақ туындап отыр. Ертең осы жарайды, планшетті қостық, жаңа барлығын электронды форматқа өткіздік. Осы қаржылық жағынан қайсы тиімді болады екен деген. Осы бір іштей бір болжай аламыз ба? Қиын ба бұны? Кез келген өзгеріс бастапқы кезде жаңағы экономикалық жағынан әлдеқайда шығыны көбірек болатыны белгілі бас кезде. Кейін ол мәселе, ол жүйе орныққаннан кейін, оның жаңағы ұзақ мерзімде оның шығыны қағазбен салыстырғанда әлдеқайда тиімдірек болуы мүмкін. Бірақ ол бірден жүзеге аспайтын нәрсе. Бас кезде қымбаттырақ болуы әбден. Баспаханалар білесіздер, көбісі оқу шығарумен күн көріп отыр. Жүздеген адам істейді. Сол баспаханалардың біразы отыр. Енді жарайды. Ол бизнесеттен банкрот болуы мүмкін, бірақ планшеттің өзімізден емес шетелден сатып аламыз ғой. Бірақ сол баспаханалардың өзі осы пандемия кезінде онлайн платформаға ауысқандары бар. Яғни біз электронды кітаптар жасап өздерін сынап жатқандар да бар. Сондықтан да қазір нарыққа кім бейімделеді, тез арада кім өзгереді. Енді қазіргі өмірдің заманының талабы сол болып тұр ғой. Күнде үздіксіз өзгеріс, соған бейімдей алса ол енді
әрмен қарай өмір сүріп кетеді, бейімделмесе енді сол қалады. Цифрландыру негізі жаңа ойыншыларды да ашып жатыр ғой. Мысалы, мына онлайн мектеп, дарын онлайн, бұлар әуелден баспа үйлері емес. Бұлар электронды контентке әуелден бейімделген ұйымдар. Олар жаңашылдық керек, біз одан қорықпауымыз керек. Жаңа ойыншылар келіп бәсеке. Бірақ деген мәселе туындады. Ғазиза ханым, өткен енді Ақ жол партиясы депутаттары да айтты, біз айтып жүрміз, біз әлі 1000-ға жуық ауыл бар, интернет жоқ. Және 250-ге тұрғында жетпейтін елді мекендерге мына талшықты оптикалық байланыс желілері тартылмайды. Ресми түрде көп ауылдарда бар интернет. Бірақ қарапайым әлеуметтік желілердің өзі, WhatsApp-ты алайық. Біреуге бір сурет жіберу үшін 2 сағат бойы айналып тұрады. Бұл енді ол интернет бар ауыл деп біз айта алмаймыз оны. Планшетпен қалай оқытамыз? Бұл да үлкен мәселе. Мысалға бір сұрақ, бір ата-ананың сұрақ келді, ол былай айтады. Кітап жыртылса, жыртылып қалса, мысалға, оны жабыстырып біз істеп қоямыз, жасап қоямыз. Планшет, мысалы планшет мектептен берілетін болса, планшет сынып қалды экраны. Сонда қалай, сол сұрақты қалай болады? Біз өзіміз қалтадан жөндейміз, мысалға, жөнделіне ме екен, жөнделінбейді екен. Мысалы, жөнделінбейтін жағдай болады, мысалы, тағы планшет беріле ме? Бұл жерде сервистік қызметтердің түр пайда болады. Ол қосымша шығын. Оны ескеру керек, Енді былай ғой, бұл сұрақтар көп болады. Әр кітап шыққан кезде бұндай сұрақ, жаңа бір технология келген кезде жанама жақтары да болады. Мәселені былай түсіну керек деп ойлаймын. Мен қайтадан айтам, яғни біз белгілі бір болашаққа баратырмыз, цифрлы ортаға баратырмыз. Балаларымыз сол ортада өмір сүріп жатыр, қаласақ та, қаламасақ та. Олар отырады, компьютерлерінде өседі. Қазіргі балалардың бәрі компьютермен өсіп жатыр, планшетпен өсіп жатыр, телефонмен өсіп жатыр. Біз сол ортада білім берудің жолын қарауымыз керекпіз. Сынып қалу мүмкін, мемлекет алып береді. Бұлар менің ойым, уақытымен шешілетін мәселе, бірақ бұларға дайын болуымыз керекпіз. Интернет жоқ ауылдарды қайтеміз, интернет жоқ ауылдар. Әртүрлі бар. Мысалы, қазірді планшетке ол жүктеледі, интернет болғанға жүктеледі, планшеттің ішінде болады кітап, интерактивді қолдана береді. Оған міндетті керек жоқ негізі Wi-Fi. Wi-Fi не үшін керек? Ол іштен интернетке кіріп, зерттеу жасау үшін керек. Негізі көп планшеттерде ішінде, мысалы хромдарда ішінде бар программа. Ішінен кіресіз, қолдана бересіз, болды. Бұл тек қана құрастыратын компанияған жұмысы ғана. Мәселе, біз бұған қаншалықты ата-ана, мұғалім, директор бұны не үшін істеп жатқанымызды біліп, соған қарай дайындық жасауымыз керекпіз. Бағана да айтып өттім, мектептің директорлары бұл іске қараған кезде жалпы зерттеуде экономия жағынан қарайды екен. Осындай бір не бар, тенденция бар әлемде. Әрі бар екен, дамыған елдерде. Біз ақшаны, бірақ ол емес мәселе. Мәселе бұл балаларды біз сауатты қыла аламыз, сапасын қалай көтере аламыз, білім сапасын. Осы мақсатты осылай қоятын болса, бұл мақсат жұмыс істейді. Айтпесе, мақсатымыз біздің жеңіл болсын десек, ол сол мақсатта қалып қояды ертең. Ол жұмыс істемейді. Сол үшін бұны жалпы оқыту керек қайтадан. Бұл бір жылда болатын дүние емес. Бірақ бұл тапсырма берілді. Бір жылда болатын дүние емес қой. Асығыстық танып жатқан жоқпыз ба деген осы ғой. Ол бізге бір мақсат қойылды қазір. Біз бұған қарай жұмылып жұмыс жасаймыз. Бірақ бұл жұмыс бірден емес, мен ол жерде бұл жылы бәрі шешілді деген мәселе деп түсінген жоқпын. Мысалы, біз де білім инновация қоры ретінде бұл тапсырмадан бұрын да біз бастадық жұмысымызды. Жалпы цифрландыруға өтіп жатырмыз. Электронды кітаптардың бәрін оқулықты онлайнға өткізіп жатырмыз. Неге? Балалардың жан-жақты дамуына, зерттеу қабілеттерін ашуға тырысып жатырмыз. Сол үшін бұл жерде жалпы мақсат маңызды. Не үшін істеп жатырмыз? Әр нәрседе маңызды. Мақсатты дұрыс қоя білсек, жүрден дәл деталь ескертуіміз керек. Елдосымыз тіпті біздің жағдайда ол амалсыз бір күдіктеніп тұрасың ғой іштен. Мысалы үшін қараңызшы, бастауыш сыныптардың өзінде қанша 1.600.000 бала ма? Әрқайсысы бір планшетте деп есептесеңіз, өткенде бір сарапшылар есептеп шығыпты, бір 240 миллиард теңгеге жетеді екен. Жарайды, болашақ қой, бюджеттің айтып бүйтіп бір жерден ол ақшаны табармыз. Бірақ енді ол мемлекеттік сатып алу мәселесі, олар да білесіз ғой, ішінен ең сорлы планшет тауып өткізуге тырысады. Ертең осының айналасында тағы бір айғай-шу шықпай ма деген бір күдік тұрады. Негізі бұнда бір маңызды нәрсе бар, айта кететін. Қағаз оқулықтан жаппай бас тарту деген әңгіме бүгінгі таңда тұрған жоқ. Енді осыны айтсаңыздаршы, ел түсінбей жатыр. Біз бітті, оқулықтың бетін ашпаймыз, тек қана планшетке өтеміз. Міне. Біз енді аталарға осыны деп жатыр. Бұл жерде енді мәселе талқыланып жатқандықтан әзір бір нақты бір нәрсені айту қиын. Десе де қағаз оқулықтардан бас тарту мәселесі күн тәртібінде жоқ. Үйтіп жатқан мемлекеттерде біз біле бермейміз. Өйткені пайдалану керек. Оның үстіне жаңағы бұл негізі цифрландыру көп дүниелерді шешетін болып тұр ғой. Кешенді қарауымыз керек. Ол сөмкенің жаңағы салмағын да азайтады. Сосын жаңағы Ерекең айтып отқан сияқты, бұның философиялық та мәселесі бар.
яғни цифрлық заманда туған балалардың сұранысын қанағаттандыру мақсатында бұл құралдар қаншалықты өз септігін тигізеді. Мынандай бір мәселе бар. Болашақта мына бетпе-бет оқу бұл анандай қалай деп айтады, несі үлгерімі төмен, ынтасы төмен, мысалы балаларға көбірек арналады да, ал электронды жаңағы өздігінен оқи алатын, жаңағы өзін тәртіпке сала алатын оқушыларға көбірек бейімделеді деген әңгіме бар. Сондықтан бұл тұрғыда мұғалім де, оқушы да, бұл енді жалпы президенттің бұл тапсырмасын біз білім саласында көптеген проблемаларды шешіп, жаңа көкжиектерді ашу үшін пайдалануымыз керек та. Ол бір жылда жүзеге аспайтыны белгілі. Ол жүзеге асу мүмкін емес. Оны біз кейде бір тікелей түсініп бір науқаншылық айналдырып жетіміз бар ғой. Сөңгені қалай жеңілдетеміз? Міне, планшет алайық. Жалпы реформаны, кез келген реформаны жүргізу бұл мемлекеттік аппараттың жаңағы қалай деп айтамыз, ұзақ мерзімді жұмыс істеу қабілетіне тәуелді. Қазір сынға түсеміз. Мына мақсатты өзімізге белгілеп алып, оның жолдарын белгілеп алғаннан кейін ұзақ мерзімді ішінде дәйекті бастан аяқ жүзеге асыратындай мүмкіндігіміз қаншалықты болады, оған қаншалықты біз жеткізе аламыз. Өйткені көп реформалар, мысалы, реформаның барлығы жүзеге асты деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан күдік бар. Ел арасында жалпы сенімсіздік басым, нигилизм басым, ол түсінікті. Сондықтан бұл жерде енді бірақ егер біз өзімізге мүлдем сенімсіз болып ешқандай реформаны жүзеге асырмайық дейтін болсақ, онда біз бір жола тоқтаймыз. Сондықтан осындай жағдайда бір оңтайлы жолын тауып жүзеге асыру керек болады. Мынандай нәрсе ғой, біз жаһандануда өзіміздің ұлттық дүниелерімізді ұмытпауымыз керек. Өйткені енді балалар цифрлық мектепке, цифрлық университетке, цифрлық колледжге ауысайын деп тұр ғой. Сол контентте жалпы өзіміздің ұлттық контентіміз басым болу керек, соған дайын болуымыз керек. Екінші, білімнің сапасы кетіп қалмау керек. Яғни жаңағыда айтқан үшінші мәселе, денсаулықтан айырылып қалмаудың ойын. Яғни ол 2 сағат қолдана ма, басқасын жаңағыда офлайн жүргізе ма, соның бәрін реттестіріп, зерттеулер жүргізіп, нақты бір пайым бәрі бекігеннен кейін барып, халықпен талқылап жүзеге асыру керек та. Бір нәрсені анық түсінуіміз керек. Біз қазір әлемге бәсекеге қабілетті ұрпақ даярлау керек. Қазақтың ұрпағы бәсекеге қабілетті болу керек. Ол жасанды интеллектпен бәсекеге қабілетті болу керек. Сосын біз оңтүстік Кореяны айттық қой, бізге тарихымызда ұқсайды. Бірақ олар экономикалық прорывты сол білімдегі, сапалы білімдегі прорыв арқылы жүзеге асырды. Асығыстық танытпай бір жүйелі түрде келсек екен дейміз ғой осы жерде. Енді біз білікті өздеріңізде сарапшылардың пікірін тыңдап жатырмыз. Ата-ана тіпті оқушылар не дейді екен? Пікірін біліп көрген едік. Экранға қарайықшы. Жалпы оқушылардың электронды кітаппен оқығаны жақсы ма, әлде кәдімгі кітаппен білім алғаны дұрыс па? Менің ойымша бұл қазіргі таңда, қазіргі біздің кезде бұл электронды кітап дұрыс сияқты. Өйткені бұл өзіңізге ауыр түспейді кітапты алуыңызға. Сіз оны телефоныңызға жүктеп аласыз да, өзіңіздің қалаған жеріңізге саяхаттасаңыз немесе жолда өзіңіздің қалаған жеріңізде ашып оқи аласыз. Кітапты солайынан кітапханадан алып оқыған дұрыс, бірақ онлайн оқыған бізге тиімді. Ұзақ томды кітаптарды онлайн оқыған меніңше кері әсерін тигізеді. Ол әрине біздің көзімізге зиян болады, денсаулығымызға зиян. Сондықтан ұзақ көлемді кітаптарды кітапханадан алған дұрыс. Мен ойымша кітапты қарапайым түрде оқыған 100% дұрыс. Себебі электронды оқу түрде бұл көзге өте зиян болып кетеді. Біріншіден, денсаулықты құртады. Және де электронды түрде, мысалы, электронды түрде оқыған студенттер мен оқушылар, мен ойымша ізденісі өте азаяды. Бәрібір де кітапханаға барып, кітап оқығанның жөні өте бөлек. 1-2 жыл бұрын карантин болды, пандемия болды, коронавирусқа байланысты сол кезде онлайн оқыды. Жалпы сол кезде қалай болды, қиын болды ма сіздерге? Ол кезде біздің Қазақстан мемлекеті қашықтықтан оқытуға мүлде дайын болмады деп ойлаймын. Интернет желісі туралы көптеген мәселелер болды. Кітапты электронды түрде оқыған дұрыс па, әлде қарапайым кәдімгі өзіміздің кітапты оқыған дұрыс па, өзіңізге қалай? Менің ойымша қарапайым кітапты оқыған дұрыс. Себебі электронды кітапты оқыған кезде оны оқып жатып, әртүрлі жарнамалар шығып кетеді шеткі жақтарында. Соның барысында адамның ойы басқа жаққа ауытып кетеді. Көрдіңіздер, әртүрлі пікірлері бар. Енді расында қарап olsak ертең жарайды. Балаларымыз қолына бір планшет ұстатамыз, бірақ сол жердегі мына ақпараттық қауіпсіздік мәселесі, жеке мәліметтердің сыртқа шығып кетпеуі, тіпті мына кибербуллинг мәселесі бар. Осыған қатысты біраз сұрақтың басы әлі ашық тұрған сияқты. Онда мойындау керек қой.
жаңа сіз айтқандай контентке толтыру мәселесі бар. Сондықтан енді бастысы біздің аталарға не айта аламыз қазір? Әзірге даурығуға негіз жоқ па? Тәл бүгін ертең бәрі бастарды қолдарда планшет ұстайын деп отырған ешкім жоқ қой. Не айтасыздар еді аталарға? Бұл әлі талқыланып жатыр ғой. Бұл енді бастамасы айтылды. Бұл әзір талқыланып жатыр. Бұның есебі, сосын мазмұны, қашаннан бастап енгізілетіндігі барлығы талқыланады, халықпен бірге ашық, сосын енгізіледі. Сондықтан да даурығып, қазірден өзін асығыс шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Бүгінгі таңда мемлекетте естуші мемлекет. Сондықтан барлығын ескеретін болады. Енді Ержан мырза да жаңа бір тың идеялар айтты. Енді бізде көбінде министрліктің енді біле айтасыздар ғой. Айтып жатырмыз, үкіметтің тапсырмасы тікелей бітті, тапсырма береді, планшет алу керек деген секілді. Міне осындайдан шығады. Бұның енді астарына біраз өңіліп жатырмыз ғой. Жаңа сіз айтқандай енді көз мәселесі бар. Травматологтар да айтады, енді ауыр кітап ұстану балалардың белі омыртқасы майыстырады деген секілді. Осының барлығын ескеру керек. Ана Хакім Абайдан артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген нақыл қалған. Бұл сөз заман талабына қарай өзгеріп жатса таңғалудың қажеті бола қоймас. Бастысы бала сапалы білім алып, өзіне керек ілімді терең меңгерсе болғаны біздің мақсат осы.